Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Қазақстан халқы бұл мейрамды алғаш рет 2016 жылы атап өтті. 2016 жылдың 14 қаңтарында тұңғыш президент Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнін, яғни 1 наурызды алғыс айту күні етіп жариялады. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясының, қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы, еліміздегі барлық ұлтты бір шаңырақ астына топтастырылатын Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымының белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда елге келген өзге этнос өкілдеріне кең құшағын жайып, бауырына тартып, бір үзім нанымен бөлісті. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Бұл күн бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі. Мерекенің мақсаты оқырмандарды отансүйгіштікке, достықты құрметтеуге тәрбиелеу, ата-анаға, үлкен мен кішіге деген сүйіспеншілігін дамыту, бір-бірімен үйлесімді қарым-қатынас жасауға және жасаған жақсы істерге алғыс айтуды үйрету. Арайлы танататын, қызаратын, бататын, күн нұрына мың алғыс, күлімдебін қататын. Құттықтаймын сіздерді алғыс айту күнімен, рахмет барша асылдар, сусындатар біліммен. Түнде таңда аттырған, кешке айналып батырған, жаратқанға мың алғыс, бар жақсыны шақырған. Жүректері мейірімді, нұрлы ете үйімді, аналарың мың ауыз түсін етін күйімді. Ала қанама берер, адам болды бетелер, әкелерге мың алғыс, әрбір сөзін елетер. Немересін ойнатыр, сән нәрсеге тоятыр, ата-әжеге мың алғыс, көңілдерді жайлатыр. Өздеріне қабаттау, қуанышын тағатау, балаларға мың алғыс, бақытына бағатау. Қазақ деген атым бар, өзгермейтін салтым бар, отаныма мың алғыс, туғаны бар, жаты бар. Алғыс анаға